Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Жібек Дайрабекқызы. Бүгін Poison сайтынан тауарды қалай сатып аламыз, сол туралы көрсеткім келіп тұр. Мысал ретінде мына тұрған кроссовкиді таңдайық. Енді қараңыздар, мына кроссовкада уже астында 3D деген жазуды көріп тұрсыздар ғой, иә? Соны бассаңыздар, мінекей, кроссовканы дұрыстап 3D форматта қарасаңыздар болады. Саусақпен былай жылжытып, алдын, артын үлкейтіп, кішірейтіп, осылай неше түрлі қылып қарасаңыздар болады. Мінекей көрдік. Енді қараңыздар, әрі қарай бағасы 529 юань. Төменге қарай түсіреміз. Бұл жерде қараңыздар, мына жерде 76 деп көріп тұрсыздар ғой қасында. Пинододағыдай Б деген, енді түсінікті қылып айтып жатырмын, сонда иероглиф тұр, бұға ұқсайтын. Сол 76 мың рет сатылған. Енді қараңыздар, соны бассақ, қандай размері, қанша теңгеге сатылғанын көрсетіп тұр. Осы жерден соны қарай аласыздар. Содан кейін төменге түссек, мына жерде суреттері бар. Қараңыздар. Жәйменге түсе берсек, мына жерде, мінекей, мына тұрған бұл размерный сеткасы. Яғни осы батырманы бассақ, қандай размер, жаңағыдай табанның ұзындығы қанша, сон барлығын осы жерде көрсетіп тұр. Переводчикке салып қарасаңыздар болады. Әрі қарай, енді мына жерде мына 15 мың деп көріп тұрсыздар ғой. Бұл 15 мың жақсы отзыв бар осы жерде. Қараңыздар, астына қарай түсіре берсеңіздер, шынайы фотосы, отзывы барлығы осы жерде көрсетілген. Енді тауар сатып алатын кезде ең керекті нақтыларын айттым, иә? Түсіндіңіздер ғой, түсінбеген болсаңыздар, сұраңыздар, сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Енді әрі қарай сатып алатын кезде оң жақтағы астында тұрған жасыл батырманы басамыз. Енді бұл жерде біз бағасы размеріне қарай өзгеретін білесіздер. Алдында айтқан болатынмын. Астында тұрған бағалары да туралы айттым. Енді біз кез келген размерді мен сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Мысалы 38 размер 559 юань. Сатып алатын кезде әрі қарай жасыл батырманы басамыз. Енді басқаннан кейін жоғары жақта біз карго адресті енгіздік. Мына асты жақта қараңыз, көріп тұрсыздар ғой. Alipay арқылы, WeChat арқылы төлеуге болатын уже бізге таңдау көрсетіліп тұр. Таңдау менде Alipay'де тұр. Сатып алатын кезде әрі қарай жасыл батырманы басамыз. Сол кезде бізді автоматты түрде Alipay'ге алып барады. Солай әрі қарай төлем жасасаңыздар болады. Сөйтіп Alipay'ды толтырып, Alipay'дегі счетта ақша болып, әрі қарай сатып ала бересіздер.